Қайырлы күн, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Тәтті шайымызден келе жатырмыз. Тәтті шайдағы әңгімеміз өте тәтті болды. Болашақ құда-құдағиларымызбен танысып, арқа-жарқа әңгіме айтып, тойды жоспарлап, Алла қаласа келе жатырмыз. Құтты болсын! Тәтті шайда әңгімелесіп отырсам, аяғымды бетсем бірдеңе шықырлайды. Не шықырлап жатыр деп бүйтіп, етегімді жайлап ұстасам, көйлектің этикеткасын алмағам ғой. Тай сама бүйтіп білдіртпей қайтып келдім қазір. Алып тастайыншы. Ужас. Құрметті ақжаулықты аналар, арулар, асыл жандар, шуақ болып шашылғандар, ең әдемі мезгіл, көктем мезгілімен бірге кіріп келген біздің мерекеміз, яғни 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен баршаңызды құттықтаймын. Отбасының ұйытқысы болып отырған аруларымыз, аналарымыз, сіздердің әрбір атқан таңыңызбен батқан күніңіз қуанышқа, сәттілікке, жүрегіңіз нұрға толсын. Құттықтаушы Алтынай Жорабаева. Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Еркебұлан Тоқтар танисыздар ма? Соның залында байытыспын. Түрнек жасаймын, солармен. 5 жылдан бері сол Еркебұлан Тоқтардың залындамын мен. Әкелері жіберген болар, енді білдіртпей деген сияқты. Сөйтіп балаларына сұрадым, әкелердің қатысы жоқ па деп едім, жоқ деді. Экс-жұптар таяуда тұңғыштарын бірге шетелден күтіп алды. Арадағы үлкен үзілістен кейінгі Тұрсынбек пен Мөлдірдің алғашқы кездесуі осы болған. Тағы секрет ашайын деп тұрсың. Сіздерден бар ғой, қашып құтыла алмайсың. Сол кезде мен Тұрсынбекті бір рет көрдім. 1,5 жыл шығар. Амандастық. Амандастық. Сәлем дедік, болды. Ешқандай сөйлесіп, телефон арқылы да, СМС арқылы да, өмірде де кездеспеген едік, сөйлеспеген едік. Ешқайсымыз бірінші қадам жасамай. Операциямның басталуына где-то 10 минут қана уақыт қалды. Мен удостоверением жоғалтып алдым деп ойлап, соны іздеп жүре бергенмін. Ал оказалось, ол қалтамда. Вот, мама справкаларымды жинап кетіп бара жатырмын. Ужас. Солай, маған сәттілік болсын. Негізі қобалжып тұрмын. По-любому наркоз болатын болғаннан кейін қобалжиды екенсің. Кетіп бара жатырмын. Енді кеттім ғой. Ужас. Бетімде жуа салысымен сразу кеткен ғой. Рахмет. Это приятно, но это не главное. Главное, өзіміздің жиналғанымыз. Деп қойсыз, как баршынайым. Тоғанақ келсе, қой егіз табады, сол сияқты жаңағы нәсілің ырысың арта берсін. Көпшіліктің тілеген тілектері қабыл болсын. Алдында жаңағы этаж үйлі болып, арқа-жарқа болып бүйтіп жаңағы ояқта енді ерінен еркін күле алмайсың. Мына жерде жер там болғаннан кейін оның өзгешеліктері бар. Айтып жатыр ғой, ер азаматтың өзі істей алмайтын жұмыс істеп жатсың. Бұған бәрі еңбекпен келгенде де тегін жатқан дүние жоқ. Қажырлы еңбек. Енді осы Алла тағалам жаңағы осы еңбегінің жемісін жегізіп, рахатын көріп жатсың. Менің жеңгем сөйлем деді. Қосыламын деп айтамын енді. Біз той жасап жатсың ғой, құтты болсын деймін. Балаға Таңға жуық ұйықтасам да, ерте ояндым, бірақ мен дастархан жаюға оянған жоқпын. Бүгін қонақтарды күтетін аспазшы барлығы бар. Как это классно, я прям чувствую себя принцессой. Барлығы дайындап жатыр.
сіздерді түсірсем бола ма сторисқа? Түсірейін ба? Аха, мына жерде міне сырни жасайық деп жатыр. Енді жастар келгендіктен бешбармақ жасамаймыз дедік. Короче, бешбармақ каждый раз неинтересно, короче. Сол үшін осындай сырни жасап жатыр. Бетіне андай тестамен ондай не сылады ғой, иә? Суретте, видеодағыдай. Аха, мен сондайынан заказ берген. Который несімен, орама сияқтысымен. Мына жерде мындай нәрселер. В общем, дастархан барлығы жайылып жатыр. Ал мен рахаттанып өмір сүріп отырмын деп па. Кстати, качелямыз уже. Ал достар, мен шықтым. Машинаға бара жатырмын. Ақша бар. Құдайға қоясың ғой. Енді түн мен кішкене переживать еткенім бар. Кредит албаған екен ойланасың ғой, шынымен де мен дұрыс істеп жатырмын, бұрыс істеп жатырмын, қалай болып жатыр деген сияқты. Неше түрлі ойлар келді миыма. Ладно деп, азанда енді басқа настроениемен, қазір шүкір бәрі жақсы болып тұр, настроением бәрі. Енді қазір барып көрем, аламын. Сіздерге бірақ пока айтпаймын, қандай машина екенін көрсетпеймін. Ертең рилс салатын боламын сағат 19:00-де. Күтіңіздер.